Қазақ тілі пәні тақырыбы дауыссыз Л мен Р әріптері. ыл-ыр дыбыстары. ыл-ыр дыбыстарының үнді дауыссыз екені. ыл-ыр әріптерінің емлесі. ыл-ыр дыбыстары үнді дауыссыз дыбыстар. Бұл дыбыстарды айтқанда өн шығарып, созып айтуға болады. ыл, ыр. Сондықтан үнді дауыссыздар дейміз. ыл-ыр үнді дыбыстары барлық буындарда қалай естілсе, солай жазылады. ыл-ыр дыбыстары сөздің басында келсе алдынан ы, о дыбыстары естілгенмен олар жазылмайды. ыл-ыр дыбыстарының сөз басында айтылуы: ылақ, ылас, ылай, реніш, рахмет, рұқсат, разы. Сөз басында келген ыл-ыр дыбыстарының жазылуы: лақ, лас, лай, реніш, рахмет, рұқсат, разы. Есіне сақта, сөз басындағы Л, Р әріптерінің алдынан әріптері естілгенімен олар жазылмайды. Мысалы, лақ, лауазым, рет, рас. Дәптермен жұмыс. Дәптерімізге бүгінгі күнді жазамыз. Қазанның 22-сі үй жұмысы. 51-ші жаттығу 61-ші бет. Өлеңді жатқа жаз. Екінші тапсырма: Р дыбысынан басталған сөздердің астын сыз. 51-ші жаттығуға берілген дескриптор. Өлеңді жатқа көшіріп жазсаң 2 балл, Р дыбысынан басталған сөздердің астын сызсаң 2 балл, көркем, сауатты жазсаң 1 балл беріледі. Барлығы 5 балл. 52-ші жаттығу 61-ші бет. Бұлтта берілген сөздердің бір әрпін өзгерту арқылы Л әрпінен басталатын сөздер жасап жаз. Мысалы, жайық, лайық. 52-ші жаттығуға берілген дескриптор. Л әрпінен басталатын сөздерді жазсаң 2 балл, көркем, сауатты жазсаң 2 балл, барлығы 4 балл беріледі. Қосымша тапсырма. 53-ші жаттығу 61-ші бет. Оқы. Орны ауыстырылып берілген бөліктерді орнына дұрыс қойып оқисың. Бұл тапсырмаға 1 балл беріледі. Оқып жатқан сәтіңді диктофонға жазып мұғалімге жібер.